Жайна жұмыстан келген соң тамағын жылытып, бірақ оның дәмін де сезбестен тез-тез ішті де сүйікті сериалын қосты. Көзі теледидарда болғанымен көңілі алаңдай бергесін, өзін бірдеңемен алдыртқатпақ болып, тамақтан босаған 2-3 ыдысты ыдыс жуатын мәшинеге салды. Еденді өзі тазалап жуып, шығатын соңғы үлгідегі шаңсорғышты қосып, күйеуінің кеуіп тұрған киімін әкеліп, қырын шығарып, үтіктеп шықты. Теп-тегіс болып жазылып, өңі кірген жейде де, шалбар да сапалы матадан тігілген атақты фирманікі болатын. Әйел күйеуінің киімді жақсы таңдайтынына тағы да бір рет көзі жетіп, ішінен оның талғамына сүйсінді. Күйеуі туралы ойлаған сайын көңілі күпті болып, телефонын алып жаным деп сақталған номерді терді. Телефон жабық, осымен 8-ші рет. Не ойларын білмей күрсініп жіберді. Аман болса екен. Жол апаты болды ма, ауырып қалды ма деген сияқты ойына келген неше түрлі ойларды шамасы жеткенше қуып тастаумен болды. Әлде жолда телефонның қуаты таусылып қалды ма екен? Бірде ондай жағдай болған. Сол кезде көңіліне уайым кірген Жайна 100 шаршы метрден асатын кең пәтеріне сыймай, аяқ астынан мазасы қашып, дегбірсізденіп кеткен еді. Бірақ артынша жүзі жадыраған күйеуінің қолына үлкен әдемі гүл шоғын ұстап кіріп келе жатқанын көріп, көңілі орнына түскен. Ол кезде күйеуі беделді құрылыс компаниясының бастығымен келіссөзде болып, артынша алысқа демалуға барғанын, ал ол жерде байланыс болмаған айтқан еді. Ал ендіше Жайна күйеуінің кең маңдайлы, қыр мұрынды ақсары жүзін елестетті. Сол кезде мұның құлағының түбінен жылы демін үрлей айтатын жаным деген сөзді естігендей, ол сөз мұның жаны шынымен де бір сәтте жылытып жібергендей болды. Осыдан 5 күн бұрын күйеуі жаным, мен аяқ астынан Омскіге кетіп барамын. Сол жақтағы жігіттер құрылыс фирмасын ашқан екен, өткенде айтып едім ғой. Жаңа коттедждің құрылысына тапсырыс беріпті. Оның жобасын мен ұсынамын, барамын да келемін деген болатын. Күйеуінің жаңа бір коттедждің сызбасын жасап жүргенін білетін, тіпті бітпеген құрылыстың суреттерін де көрсеткен. Жайна одан осынау 3 деңгейлі коттедж қай қалада деп сұрамапты. Жалғыз ұйықтауға қорықсаң, құрбыңды шақыр. Мені түсіңде көруді ұмытпа. Сен сағынатын боламын. Суық су ішпе, әйтпесе өткендегідей тамағыңды ұстап қалады. Қатты шаршама, өзіңді күт жаным, деген күйеуі қамқор дауыспен. Жайна оған сәт сапар тілеп қала берді. Көптен жұмысы жүрген күйеуіне ақыры жөнді кәсіп табылғанына қуанғандай да болған. Рас, күйеуі қырып ақша таппайтын. Оның да себебі түсінікті. Бұрынғы пәтер жөндейтін бригадасы тарап кеткен. Қазірде елде дағдарыс, бұрынғыдай зәулім, сәулетті жеке үй салушылар да азайған. Бірақ өзінің табысы мол болғандықтан Жайна оған неге мол ақша таппайсың деп жатпайтын. Ол үшін қасында күйеуі болса болды. Ол ертеңгі жұмысқа киімін дайындап жатқан кезінде де, төсекке жатқанда да күйеуі туралы ойлаумен болды. Телефоны неге жабық? 5 күн болды, бір ретте сөйлескен жоқ. Егер бір жағдай болса, қайда, кімге хабарласпақ? Жетім өстім деген жігіттің туыстары жоғын білетін. Бастапқыда жігіттің ешкімі жоқ болғаны бұған ұнамды көрінген. Обап-шұбап келіп жататын туыс-туғаны болмағаны жақсы емес пе деп құрбылары да қостаған. Өзінің де жасы 45-тен асқанда сын таққыш, мін тапқыш қайнағалар мен абысындарға келін болып шай құймайтынына ішінен қуанғаны да бар. Жасы 40-тан асса да жүзіне әжім ою салып үлгермеген, өз жасынан әлдеқайда жас көрінетін, қимылы кербез Жайнаның 5 күні жұмыспен өтетінде, демалыс күндері кейде құрбыларымен кездесетін, киноға баратын. Рас, баяғыда бір жігітті ұнатқан, бірақ ауылдың жігіті қалаға үйренген қыздың бәрібір ауылға келіп, мұның әке-шешесінің дәрет суын жылытып отыратынына сенбеді ме, көршінің қызына үйленіп тынған. Бастапқы жылдары сүйіктісінің бұны көзімен аймалайтын кейпі көз алдынан көлбеңдеп кетпей кейде түсіне кіруші еді. Ер адамды естен тандырар сиқыры болмаса да бойынан сүйкімі табылатын Жайнаға сөз салушылар болғанмен, бірді сүйген жүрегі ешкімді көңіліне жақындатпады.
Осылайша бірыңғай бір саранды күндер кешіп жатқанда 40-тан асып кетіпті. Баяғы сағынышы да тозды. Астанаға бауыр басты. Жағдай ешкімнен кем емес. Жылына 2 рет шетелге барып демалып келетін күндеріне өзінің де еш өкпесі жоқтай көрінген. Ақшаның соңына түсейін демеген, бірақ одан басқа ермегі де жоқ еді. Үлкен компанияның жай есепшісі болып бастаған, әр есеп-қисабына мұқият, жұмысын тап-тұйнақтай қылатын маманды компания басшысы бағалады, қызметі өсті. Қара басынан артылғанын жинап қажетіне пайдаланатын. Әуелі бір пәтер сатып алды, арада бірнеше жыл өткенде екінші пәтерінің иесі болды. Балам да жоқ, бұл кімге қалады дегенді ойлағысы да келмейтін. Бауырының бір қызын бауырыма бассам, кейін соған қалдырамын деп ойлағанымен бұған да тәуекелі жетер емес. Бұл заманда күйеуге шықпаған әйелдің қадірі кеміп, басы төмендемейді. Құрбыларының арасында осының өзін рахат ғұмыр есептейтіндері бар. Бірақ бәрібір Жайнаға бірдеңе жетпей тұратын. Бұл ыстық құшақ аңсағаннан бөлек бір сезім еді. Ол өзін жақсы көретін адамның жанарынан, жүрегінен бір жылулық сезінгісі келетін. Сөйтіп жүргенде Аликті кездестірді. Жақын танысқаннан бастап араларында ешбір тосандық болмаған. Рас, бастапқыда өзінен бірталай жас кішілігі бар жігіттің кеудесінен итермесе, арты ыңғайсыздау шыңға айналар. Өзінің сыртынан да сөз қылушылар да табылар деп именген. Бірақ өз ішінде кезек арпалысқан ұялыстан ба, сенімсіздіктен бе екі ұдайы сезім шарпысып жататын. Кездескен сайын ынтазарлығы байқалатын жігіттің жанарының оты өртей жаздайтын. Жігіттің өзіне құмарта қараған қой көздерінің тұңғиығынан әлде бір жарқ-жұрқ ететін құйынды көретін. Сол кезде бұл да күлмеңдеп, 19-дағы болмаса да жас кезіндегідей алабұртып, өзінен өзі жасарып кеткендей болып, бұның да көзінен жалын ұшқандай көрінетін. Осы кезден бастап Жайна өзгерді. Жұмыстың жетегінде жүріп, жанына еш қуаныш сыйламай, із-түссіз өте шыққан күндерінің өтеуін қайтарғысы келгендей, Аликті бір ғаламат сезіммен жақсы көре түсті. Көрікті де сымбатты жігіттің ернінің дәмі әйелдің тұла бойын идіргендей болып буынынан алған. Бастапқыда емес, ұяты тарай бастады ма, ақырында тақымдаған құмарлыққа ештеңе істей алмайтынын сезінген күйі ләззат шарбатын құмағайлықпен тата берді. Сөйтіп бас қосты. Бір-біріне құмарта қараған көздерінің тұңғиығында жарқ-жұрқ етіп қызғылт құйын ұшқындайды. Сол кезден бастап Жайнаның жанына жаз орнаған. Жаз орнағаны ғой, бұрынғыдай емес, көңілінің қошы келіп, жайраң қағып жүретін болған. Кеште жұмыстан асығып жетіп, кешкі ас әзірлейді. Жас күйеуі әңгіме айтса, басын әнтек қисайтып, арманына жеткен адамның кейпімен ұйып тыңдап отырады. Бұрыннан да өз жасынан әлдеқайда жас көрінетін келіншектің шырайы кіре түсті. Әйелдің көп жас үлкендігі бір қарағанда біліне қоймайтын, тіпті білінсе де жігіттің сынын бұзбайтындай. Басында құрбылары бұлардың екесіне күмәнмен қараған. Дегенмен Алик өзінің жұмсақ мінезімен бұның құрбыларының көңілінен шықты. Ежелгі тарихтан, философиядан айтқан әңгімелері жігіттің дүние танымының өзгеше екенін аңғартатын. Оның әр нәрседен хабар барын көзі ашық әйелдер бірден жоғары бағалады. Алик Жайнаны қалай сыйлайды десеңізші. Оның ыстық демі, үзілдіре айтқан сөздері 40-тан асқан әйелдің сезімін, күйіне айрықша әсер қосқан. Жайнаның туған күніне орай жайылған дастархан үстінде Жайна қайра еске түсірген сайын жымиятын бір оқиға болды. Жаным, деді орнынан көтерілген Алик аздап толқи сөйлеп. Бүгінгі сенің туған күніңде не тілеймін? Әрине бақыт тілеймін. Мен үшін бақыт деген сенің күлкің, сенің жанарың. Бақыт деген екеуміз. Маған сен осылай ғана қасымда жүрсең болды. Осылай дегенде жігіттің жанарына жас келгендей болды. Жоқ, Алик емес, Жайнаның көз алды еді бұлдырап кеткен. Осылайша шын сезімнің тілі ағытылды. Ол қызыл түсті қобдишаны ашып, ішінен қымбат бағалы сақинаны шығарғанда, Жайнаның жасы мөлт ете түсіп, сұлу сезімнің отына шарпылған жүрегі 18-дегі кезінде алабұртқандай. Алик сүйіктісін биге шақырды. Келіншегін барынша қадірлейтінін көрсетіп,
Қолын аялай ұстап, жеп-жеңіл қозғалып билеген кезде жанарын Жайнадан айырмаған. Сол күні 2 жыл ішінде күйеуінен сезінген махаббатты кеудесін шексіз шаттыққа толтырып жібергендей Жайнаның бір орында отырғысы келмеді. Ортаға шығып билей берді. Туған күніне келген құрбылары бір-біріне қарайды. Құрбымыз деп жүрсе де 28 жасар жігіттің 47-дегі әйелді соншама құлай жақсы көргенін түсіне алмай қарағандарын байқаса да Жайна мән бермеді. Күздің қоңыр салқын бір күнінде полицияға қоңырау түсті. Қоңыраудың ар жағынан әйелдің уайымға толы дауысы естілді. Бұл полиция ма? Капитан Жігеров тыңдап тұр. Менің күйеуім осы айдың 9 күні Омскіге кеткен болатын. Кеткен күні жолдамын деп бір рет айтты да, телефоны байланыстан тыс жерде болды. Ал 11 күні бейтаныс біреу хабарласып, күйеуімнің уақытша тергеу бөлімінде екенін айтты. Мән жайды анықтамақ болып, ол нөмерге қайтадан телефон шалсам, жабық тұрды. Артынан күйеуімнің өзі хабарласты. Өткенде айтқан құрылыс фирмасына қатысты бір түсініксіз жағдай болды. Бірақ сен уайымдама. 10 күні тергеушінің бастығы жәбірленушімен сөйлеседі. Бәрі дұрыс болса хабарласамын деді де телефонды қойып тастады. Не жағдай, қайдағы жағдай? 16 күні телефоным қайта шырылдады. Өзін адвокатпын деп таныстырған бір кісі істің тергеуге кеткенін, ал өзі менің күйеуіме адвокат болатынын айтты. Кешіріңіз, сіздің аты жөніңіз кім? Сіз бөлімшеге келіп мән жайды дұрыстап айтсаңыз жақсы болар еді. Әйел сол күні бөлімшеге келді. Ертеңгі күні сіздің күйеуіңіздің адвокатымын деген сол жігіт менен 1 миллион теңгені қашан төлейтінімді сұрады. Ол соманы қайда жіберуіңіз керек еді? Ол маған осы нөмірде Каспий байлаулы, осыған жіберіңіз деп бір нөмір берді. Бизнестегі шаруаларды шешуге 1 миллион деген көп ақша емес қой. Бірақ менің әуелі күйеумен сөйлесіп алғым келді. Бірақ анау адвокат шыдамсыз екен. Қайта-қайта телефон шалып, қайта-қайта хабарлама жіберді. Сонымен күйеуіңізбен сөйлестіңіз бе? Мен күйеумен сөйлесім керек дегенде, ол СИЗОдағылармен келісіп көрермін дегендей болған. Бірақ сол күні сөйлесудің реті шықпады. Менің электронды поштама қылмыстық іс қозғау туралы қаулы мен күйеуімді іздестіруге қатысты ориентировка келді. Артынша адвокаттық қызмет көрсетуге қатысты келісім шарт пен өзінің қызметтік куәлігінің көшірмесінде жіберіп, жақында істі сотқа жіберетінін, ал егер мен қызмет ақысын төлемейтін болсам, онда менің күйеуімді қорғай алмайтынын айтты. Ол сіздің поштаңызды қайдан біледі? Өзі сұрағасын бердім ғой. Сонымен ақшаны төледіңіз бе? Тезірек қорғауға кіріспесе, іс созылып кетеді дегесін 1 миллионды төлеп жібердім. Бір кезде адвокат қайта байланысқа шығып, тағы 200 мың керектігін айтты. Адвокаттан күйеуімнен сөйлесу туралы тағы да өтінім сұрадым. Ол келісіп көрермін деді де қайтадан жоғалып кетті. Қайта-қайта нөмірін теріп көремін, телефон жабық. Күйеуімнің нөмірі де жабық. Не жағдай болуы мүмкін? Меніңше, күйеуімді серіктестері әдейі жұмыс бар деп алдап шақырып алып, бір пәле жабайын деп отыр деймін. Әйтпесе, осыған дейін мұндай оқиға да күйеуімнің ақша сұраған кезі де болған емес. Күйеуіңіздің аты жөні құжатының көшірмесі бар ма? Иә, қазір мінеки. Алик 3 өзбек жігітімен пәтерлерге жөндеу жұмысын жасап жүрді. Дұрысында жөндеуді басқалар жасайтын, ал Алик тапсырыс берушіні табатын. Шетелдік мигранттардың еңбек шарты бойынша құжаттарын да реттеп жүретін балғасын шағын бригаданы өзі басқарды. Кезекті тапсырысты бітіре келгенде бір әйел хабарласты. Хабарландыру бойынша телефон шалған әйелдің пәтері қаланың сол жағалауындағы ең қымбат жерде екен. Бағасын келісіп, құрылысшылар ылдым-жылдым қимылдап, 2 ай ішінде 3 бөлмелі пәтерді қатырып жөндеп берді. Алик үй иесіне жөндеу жұмысына осындай зат алу керек деп қоңырау шалады. Әйел сол бойда керек ақшасын салады. Майда тиын тебеннің есебін шығарып тықақтамайды. Оның үстіне Аликтің үйді безендіруге қатысты ой ұсыныстары да тапсырыс берушінің көңілінен шықты. Алик оның бар уақытын қызметке арнайтынын, ақшалы жалғызбасты әйел екенін байқады. Оның қазақи әдеппен әпке демей атымен атады. Әйел бастапқыда тек жөндеу жұмысын қатысты ғана қысқа сөйлескенмен, жігіттің үнемі ізет білдіріп тұратынын, тәрбиелігін, өз жұмысына мұқият қарайтынын байқап, жылы сөйлесетін болды. Жөндеу аяқталатын кезде келіп жетті. Осы күні Алик Жайнаны шайға шақырды.
Жайна, сізге рахмет, бізбен жақсы есептестіңіз. Жігіттер риза. Енді мен сізді шайға шақырсам деп едім. Шайға деймісіз, не үшін? Тапсырыс берушілер арасында сіздей жақсы адамдар кездесе бермейді. Енді қайтып кездесеміз, жоқ па? Жұмысымен жай адамша сөйлесіп отырып, шай ішсек айыбы жоқ шығар. Жайна мұны да айып көрмеді. Күн демалыс еді, әрі өзінің інісіндей адам, қазақтың баласы, онда не тұр деп келісті. Бұрыннан танитын адамдар болғандықтан үнсіз отырмады. Жөндеу жұмысындағы жаңа сән, түстерінің үйлесімі, үйдің жобасын өзгертіп, қайта жабдықтау кезінде жасалатын инженерлік жұмыстар туралы айтты. Бірте-бірте шай да тәттірек бола түсті. Шай үстіндегі әңгіме арасында жігіт, бұл менің жұмысты бастағаныма көп бола қойған жоқ. Клиенттер көп емес. Енді сізді тағы да жаңа пәтер алып жөндеу жұмысын жасауыңызды тілеп жүретін болдық, деді. Рахмет, деп ризашылықпен күлді әйел. Сөз арасында келешекте тағы бір пәтерге қол жеткізсем деген жоспарын жасырмады. Олар ұзағырақ отырды. Мәселенің бір ғана жағын қанағат қылып отыра алмайтын пысық жігіт осы байланыстың үзіліп қалмауын ойлады. Осы күннен-ақ таныстықтың артынан туатын қызыл-жасыл қызықты жалғастырмаққа ниеттенген. Келесіде тағы да кафеге шақырып, әйелге үлкен гүл шоғын сыйлады. Қанша дегенмен өмірден көрген түйгені бар әйел адам әлденеден сезік алып келмей қала ма деп те күдік ойлаған. Жоқ, ол келді. Жігіт өзінің жүзінің пәтеріне жөндеу жасатқан кездігінен де жұмсарып, ашылып сұлуына түскенін аңғарды. Олар осылай кездесе берді. Кездескен сайын Жайна өзі жас, өзі көрікті, мінезі байыпты жігіттің ықыласына балқып масарай түсті. Жоқшылықпен өскен жігіттің бала шақтан бергі арманы ертегідей алтын сарайда тұру болатын. Бірақ олигархтың ұлы болып туу маңдайына жазылмағанына әлі кінәлі емес еді. Өзінің түр десе түрі, бой десе бойы бар, ақылы да артық, білімі де басына жетерлік. Алтын айдарлы ұлға парапар екенін білгендіктен де қиналып өмір сүргісі келмейтін. Ол өмірдің рахаты дегеннің көзге бір көрініп, жоғалар жазғы сағым секілді екенін ерте түсінген жігіт болатын. Ес білгелі әйел затының ықыласына шомылып, 28 жасына дейін қыз біткеннің талдырмашында, толығында, уыздай аппағында, қара торы сұлуында көріп, сезімге мас болғанмен, мәселе үйленуге тірелгенде тайқып кететін. Құшаққа ыңғайлы жас қыздар қаншама жерден тәуір болғанымен, көңіл сусынын қандыра жүріп, ыңғайы келгенде жалт беруші еді. Өйткені оған тірліктің қамытын киіп, семья асырау міндеті ұнамайтын. Жоқ, оның көксегені басқа еді. Сөйтіп қызметте жүріп кексек тартқан әйелді көргенде, су келгенде, қайғын төсеуге машықтанған әдіспен жоспар құрған. Өзінің жастық жігерімен, ыстық құшағымен, жасы үлкен әйелдің ес ақылын алып, құшағына олжа түсерін, алтын сарай болмаса да, Астананың ең ыңғайлы жерінде орналасқан 3 бөлмелі пәтерінде тұруға болатынын сезген. Әйтеуір күміс бұлаққа жуынбаса да, ақшалы әйелмен бірге шетелге шығып, теңіз кешіп келе алатынын шамалаған. Жігіттің тәтті сөзіне елтіп, жастықтың желігі билеген құмарлығына төтеп бере алмаған әйел мұны сезбеді. Жігіттің үйлену туралы ұсынысын қабыл алды. Осыдан 2 жыл бұрын өзі жөндеу жұмысын жасап әрлеп берген пәтер де әлікке өзінікіндей болып жылы ұшырай көрінді. Мен осы кезге дейін жалғыз болсам да, ол күндер үшін өкінбеймін. Өмір мені күте алатынымды біліп, соның өтеуіне маған сеніш берді, деді ол алғашқы түні. Алик оның сөзіне таңғалды. Әйел адамның жасы 47-ге келсе де, 18-дегі қыз сияқты сөйлегені бір түрлі күлкілі сияқты көрінгенмен бір нәрсені аңғарды. Түйсігі алдамапты. Әйелдің жасы 47-ге шықса да, бойындағы қызуы тарамаған, асылы сарқылмаған екен. Сіз біздің бөлімшеге келіп кетуіңіз керек, деп хабарласты тергеуші. Жайнаның жүрегі тоқтап қала жаздады. Не айтпақшы, не жағдай болды? Шынымен Әлікке бірдеңе болған-ау, дегбірі қалмады. Бұл кісі сіздің күйеуіңіз бе? Иә, оған бірдеңе болды ма? Аман бекен өзі? Уайымдамаңыз, аман сау. Уф, үйленгендеріңізге қанша уақыт болды? 2 жылдан асты. Заңды некедесіз бе? Жоқ. Сіздің күйеуіңізге қатысты мәліметтерді тексеріп анықтап жатырмыз.
Ол азаматтың үстінен бірнеше арыз түскен. Ол бірнеше әйелден ақша алып қайтармай кеткен. Мәлім болғаны, ол бірнеше рет ақшалы әйелдерге үйленген, бірақ заңды некеге тұрмаған. Қазіргі уақытта ол алаяқтық жасағаны үшін іздестіріліп жатыр. Үйге қалай жеткені Жайнаның есінде жоқ. Полицияның сөзін құлағы естігенімен көңілі сенбегендей, мең-зең күйде еді. Біраз уақыт сүлесі отырғаннан соң есіне әлдене түскендей жатын бөлмедегі көзден таса сейфке жетіп барды. Сейф мұқият кілттенген. Сонда да көңілі біржола байыз тапсын деп, әрі өзінің торыққан көңілін алдартпақ болып сейфтің құпия кодын басты. Зың етіп ашылған кезде оның бос тұрғанын көрді. Жақын арада жаңа пәтердің құрылысына саламын деп жинап жүрген ақшасының орнына бір жапырақ қағаз жатыр екен. Жаным, сен маған сендің, сүйдің, мен бірақ басқа біреуді ұнаттым. Осы жолы шынымен ғашық болдым. Ал ол әйел маған пәтерің болмаса күйеуге шықпаймын деп талап қойды. Түсінші, мен әйтеуір біреуді бақытты етуім керек қой деп осылай істедім. Жайна отыра кетті. Жылауға да шамасы жоқ еді. Сейфті бір ашып, бір жапты. Бұдан гөрі бай тастап кеткен әйелдің жағдайы тәуір болар. Ал бұны тек тастап кете салған жоқ. Сеніміне кіріп, елжіретіп, еліттіріп жүріп-ақ тонап кетті. О баста қызық көксейін деп емес, бақытты болсам, кәдімгі әйел болсам деген еді. Бақыт аңсаған көңілмен сенген. Өзіңнің балаңдай жігітке қалай шықпақсың деген құрбыларын да маңынан алыстатқан. Артық қызық іздемеген, бір тоға ғұмыр кешіп келген басы, жасы 50-ге таяғанда аяқ астынан не түлен түртті екен дегенді ойлағанда ішін күйік шалады. Ол Аликті сотқа бергісі келмейтінін түсінді. Не деп береді? Оның астындағы көлікті туған күніне деп өзі сыйлаған, көлік соның атында. Сейфтегі ақша туралы, алдағы жоспары туралы айтқанда өзі. Ресторанға барғанда есептесетін кезде күйеуінің аяқ астынан әлдекіммен сөйлесіп сыртқа шығып кететінін де, көлік оңдатамын деп бірнеше де рет ақша сұрап алғанына да мән бермепті. Альфонс екен ғой. Кеткен дүниенің бәрі жанның садағасы десе де, кеудесіне ит өлгендей болды. Пәтері де иесіз сияқтанып, құлазып көрінді. Оқыған Жазира. Каналыма тіркеліп, ниеттеріңізді білдіріп, лайктарыңызды басуларыңызды сұраймын.